Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің алғашқы программам. Бүгінгі сабақта үйренетініміз алгоритм құрып, программалау ортасының терезесімен жұмыс жасау. Алгоритм дегеніміз не? Сен кез келген істі орындау үшін рет-ретімен әрекет жасайсың. Ол алгоритм деп аталады. Осы мысалдағы әрекеттер тізбекте орындалып тұр. Оны сызықтық алгоритм дейміз. Ал алгоритмді компьютер тіліне жазуды программа деп атаймыз. Осындай программаның бірімен таныстырайын. Бұл Scratch ойын программалау алаңы. Scratch ойын программалау алаңында мәзір жолағы, кейіпкер спрайт, негізгі жұмыс алаңы сахна, блоктар және скрипттер аймағы орналасқан. Бұл Scratch ойын программалау ортасы. Ғаламшардың белгісі арқылы программаның тілін ауыстыруға болады. Мына батырмалар мәзір жолағы. Бұл анимациялық ертегілер, ойындар, жобалар, мультфильмдер жасауға арналған. Мына мысық жобаның кейіпкері, ол спрайт деп аталады. Бұл спрайттар кітапханасы. Спрайттарды спрайттар кітапханасынан таңдап алуға, немесе өздерің салуға да болады. Кез келген спрайтты сурет салу құралдарының көмегімен өзгертуге болады. Жобаға спрайттардың біреуін, немесе бірнешеуін кірістіруге де болады. Спрайттарға программа блоктар арқылы жазылады. Бұл фондар кітапханасы. Жасалған жобаға қарай қажетті фонды таңдауға болады. Scratch программалау ортасында блоктардың қызметтері әр түрлі командадан құралады. Блоктар 10 түрлі топтамаларға бөлінген. Блоктардың қызметі әр түрлі. Жазылған программа скрипт деп аталады. Сенде сабақ барысында Scratch ойын программалау ортасында қызықты жобалар жасайсың. Кейіпкерді қозғалысқа келтіресің, өзіңе ұнаған фонды таңдап, анимация жасайсың. Бұл Scratch программасын жүктеуге мына сілтемені пайдаланамыз. Бұл Scratch ойын программалау ортасы. Осы программаны компьютерге орнату үшін видеода көрсетілген командаларды орындаймыз. Нәтижесінде Scratch программасы компьютеріне орнатылады. Программаның көмегімен қызықты ойындар жасай аласың. Scratch'те программа құру блоктар арқылы жүзеге асады. Олар 10 түрлі. Әр блок белгілі бір қызмет атқарады. Блоктардың көмегімен құрылған программа скрипт деп аталады. Естеріңізде болса, Лего құрастырғышы осы блокпен бірдей. Программа дұрыс істеу үшін блоктарды ретімен қою керек. Scratch программасын іске қосқанда мысықтың бейнесі пайда болады. Ол программаның негізгі кейіпкері. Есте сақтайық, программа компьютер орындайтын алгоритмдер тізбегі. Алгоритм мақсатқа жету үшін белгілі бір ретпен орындалатын әрекеттер. Әрекеттердің тізбектей орындалуы сызықтық алгоритм деп аталады.
Енді балалар, жұмыс дәптерлерімізді ашып, тапсырмаларды орындаймыз. Ізден орында. Scratch программасының элементтерін жаз. Ойланып белгіле. Компьютерді қосу алгоритмінің ретін нөмірлеп жаз. Сөзді тап. Жауабын жаз, осы сөзбен сөйлем құра. Келесі тапсырма компьютермен орындаймыз. Сызықты алгоритм арқылы Scratch программасын қос. Программаның терезесімен таныс. Келесі тапсырма зертте. Мақта қыз бен мысық ертегісін оқы. Ертегіде сызықтық алгоритм қолданыла ма? Зерттеп көр. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.